ағайын. Қостанай арнасында отбасы құндылықтарын дәріптейтін Ақ орамал ток-шоуы сіздермен бірге, жүргізушімен Айдан Өміржан. Қыз бала жат жұрттық, сондықтан ол туған үйінде сыйлы қонақ. Алақанда аялап өсірген қызын үлкендердің елдің батасын алып, құтты орнына қондыру ата-ананың басты мақсаты. Ал ата-ананың алдынан өтіп, ақ батасымен ұзатылу қыз баланың парызы. Сондықтан біз бүгін қыз ұзату тақырыбын талқылаймыз. Қыз ұзату қандай дәстүр? Бүгінгі ұзату тойының жай күйі қалай? Қыз ұзату дәстүрден даңғазаға айналып бара ма? Ұзату тойының дұрысы қайсы, бұрысы қайсы? Бұл сұрақтардың жауабын білу үшін бүгінгі студиямыздың арнайы меймандарымен таныс болайық. 13 немеренің ардақты асыл әжесі, 3 қызды ұзақты отырған ардақты ана Нұржамал Бошина, қош келдіңіз. Ары қарай жалғастырайық. Ұлттық дәстүрдің жанашыры, бүгінде өзде қыз ұзатып жүр. Гүлмира Насырова, қош келдіңіз. Сонымен қатар, бүгінде 2 баланың аяулы анасы, сүйікті жар, ибалы келін, ата-анасының батасын алып ұзатылып кеткен бойжеткен Гүлнұр Кәкімбек, қош келдіңіз. Және жігіттердің атынан айтарым бар деп келіп отырған асаба жігітімізді таныстыра өтейін. Рүстем Бейішев, қош келдіңіз. Қош келдіңіздер, қош көрдік. Жалпы енді ортақ сұрақ болсыңыз, біріншіден қыз ұзату тақырыбын алғаннан кейін бүгінгі күнгі қыз ұзату тойына көңілдеріңіз тола ма? Жалпы қалай өтіп жүр? Енді дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дейді. Біздің кезіміздегі, менің өз қыздарым ұзатқандағы, біздің кезіміздегі бұл кездегі қыз ұзату тіпті өзгеше. Ол кезде мен өзімнің 3 қызымның, енді ортаншы қызым қолдан ұзаттық. Енді бәрінде құлай ұзаттық, бірақ негізгі 89 жылдардың дәстүрін айтайын мен. 89 жылдары мен қызымды ұзатқанда, кәдімгі үйге 4 бөлмелі үй болады ол кезде қазақтарда. 3 бөлме, соның енді 1 бөлмесінде өзінің жақын достары, жақын жолдастары, жалпы класстас, әлгі курстас бірдеңе деп бәрін шақыра бермейді. Сосын сондай жақын жолдастары неменен қыз жағында, күйеу жағы бәрі сояқта 1 бөлмеде болады. Ал құда, жекжат, ағайын туыс 1 бөлмеде, бір енді 100 шақты адам болады ғой, негізі 100-ден артық болмаса кем болмайды үйде болған менде. Бірақ анау мынау неше түрлі осы күнге дейін дәстүр ондай ол кезде жоқ. Ол кезде не болды? Ол кезде не болды? Қандай жоралғылар болды? Жоралғыра құда түсу, қыздың күйеу келді деп күйеуді қабылдап алу, оны бір бөлек жеңгелері қабылдап күйеуді кіргізіп, жолдастарымен өздері ол 1 бөлмеде өздерінің дәстүрмен күйеу табақ деп табақ тартып атады жеңгелері. Мына құда болса да белгілі құда тартар, мына қазақтың тауатқан салты ол келе жатыр, әлі күнде қалған жоқ ол. Қалмайды да ол дами беретін нәрсе ғой, ол қайта қосылып. Сондай салт дәстүрменен содан кейін туыс туғандар шақырып құданы, қызды үйлерін көрсетіп, таныстырып сөйтіп. Ол кезде қызды таңда сол күн шыға ұзатып жібереді. Сонда енді үйде анау-мынау әлгі кафеге, бәлен анау неше түрлі бірдеңелер ондайда болған жоқ. Негізгі менің өз ойым. Қыз бала қонақ дұрыс сыйлағанымыз, неғылғанымыз, құрметтегеніміз. Бірақ әркімнің өзі шама шарқына қарай біріншіден, екіншіден осыншама астатөкті істеу керек жоқ қой деп ойлаймын. Өзім пікірім, әр адамның пікірі әртүрлі ғой. Астатөк соншалықты енді қызымды ұзатып атым деп бүкіл бәлен 100-500 адам шақырып, бәлен мыңға кафе жалдап атады. Енді мен білмеймін, өз немерелерімді мен олай не алған жоқпын. Азғантай енді рас кафеге не қылдық, қаланың үй тар ғой енді. Сосын бірақ онша көп не қылмай ағайын туысқана, сондай ғана мен 3 немере ұзаттым. Бірақ дегенмен де сол өте исырап, ненің өзім пікірім ғой. Енді құдай біледі, шөбереге ұзатуға жетем бе? Әмин, жеткісін сол күнге. Апа, өзіңіз ұзатылып кеткен шығарсыз? Енді о заманның, енді әр заманның әртүрлі сұрқылтайы бар дейді ғой. Біздің заманымызда бір алып қашу деген болған, мен қашып кеткен адаммын. Алып қашып кеткен.
Жарай, жақсы. Ал қазіргі ұзату тойларына көңіліңіз толады, иә? Толады, айда оны керемет қой, айтар жоқ. Бірақ соны жай ойлайын ғой, өз ойым. Неге осыншама осылай болады? О жақ, сонан бір қазақтың тағы бір осы біздің кезімізде, мысалы, біз қыздың дүниясын артынан апардық, мысалы, ол кезде бізде. Содан кейін осы күніне құда жағаласып тойға қоса келеді, құданы күтеді, тойды жағаласып атқан жанталасып. Екіншіден бір қайта көптен бір көкейімде жүрген мәселе. Мынау қыз ұзатқан жақта біздер бардық, қызымыз ұзатып бардық, соларға әке, шеше, таяқ алмай барады тойына. Ал олар алтындатып күмістетіп жүреді. Ол алған жақ. Енді келеді де бұяқ тағы да оны алтын айырбас па, неме? Қызы бардың азы бар дейді. Қыз берген жақ, қыз алған жақ құрметтеу керек. Бірақ енді өзінің несінше, оны қайтадан анаған қайтып береді. Түсінбеймін мен, осырақ түсіне алмай қойын. Оны айтып та жүрмін, болмайды ешкім. Қарағым ау, қызыңды ұзаттың, қызыңа бердің. Ал енді қызға берсін, ана құдағиларға керемет не қылмай-ақ. Сосын кеп енді оның кеп қайтадан ана құдағиға қайта береді. Айырбас қой оның аты. Онан да неге айырбастап алмайды деймін ғой. Одан да бермей қойға болады ғой? Апам дұрыс айтады мына жерде. Арасында да соның керемет. Қыздардың аз бар, қыз жаққа берсін алсын, оны қайтарып бермей-ақ, жай басқа сый-сапат беруге болады ғой. Әрине, әрине. Анау берді бір тойда, анау берді, мынау картасы, анау да берді, келесіде мынау да берді оған. Сонда да ананікі мен ананікі айырбастаған сияқты. Қазір көбіне айырбас дейсіз, оның үстіне ысырап дейсіз ғой барлығы, иә? Ысырап, айырбас. Жаңағы енді қашаннан қазақтың енді ертеден келатқан салт санасы, қыз берген жақты кішкене құрметтейді, қыз берген жаққа береді, қызы бардың азы бар деп, қалың мал дегендер деген бар, ол қалың мал баяғы ертеде болған. Одан кейін оның бәрі заманға қарай азайған. Енді менің өз қызымның тұсындағы қалың малды айтайын. Енді біліп отырыңдар балалар, сендерді енді тұрмысқа шығасыңдар ертең күндердің күні. Менің өзім сол 89-90 жылдар ұзатқан қызыма қалың мал дегенге енді ол кезде ақшаның төмен кезі ғой, 1000 сом ақша. 1000 сом әкеледі құда жақ, қыз алған жақ. Әлгі 100 метр матасын, той малын, сондайын әкеледі. Сосын әлгі киетін кигізеді қазақша. Сосын әлгі біз енді дүние апарғанда ол кезде картасы, анау мынау дегендер жоқ қой біздің кезімізде. Алтын салмаса, мен ортаншы қызым сол дүниясын апарғанында бір сиыр, бір бие берді. Үлкен қызыма солай бір бие берді. Сосын басқаларында былай кәде жора береді мысалы. 5-ден 6-дан артық адам бармайды. Құдағи боп та, құда боп та о кезде. Сосын бұяқ осы күнгіде қона жатып, гостиница жалдап, бірнеше күн осы жақта мен бірінші рет көшіп келген кезде көргенім. Бірнеше адам кеп қона жатқанда, әлі асықпаймыз деген шошып кеттім. Сонда Құдай ау біздің жақтың адамы құда болып келгенде. Сол қызды ала кетеді, бітті. Ал ояқтан келсе, сол күні түніменен болады, таңда кетеді ғой. 5-6 адам. Әрі кетсе, 5-6 адам келеді. Құда бір бөлек келеді, құдағи бір бөлек келеді. Сосын тағы айта беретін мәселе. Апа, сөзіңізді бөлейінші, қалың мал турасында толығырақ білетін боламыз. Басқа кісілердің де ойын білейікші, жалпы бүгінгі қыз ұзату тойына көңілдеріңіз тола ма? Енді негізі мен апамның сөзін сәл қостай кетейін, тірілтіп жіберейін. Негізі мен апам дұрыс айтып отыр. Қазір қыз ұзату жігіт жақтың тойы дейміз бе? Күйеу жігіттің тойы бөлек, қыз ұзату қызының тойы бөлек деген болып кетті. Мен енді өзім тойдың басқасында жүрген адам болғандықтан, енді қазіргі заманауи тойлардың барлық информация, 90% информация ақпарат білем. Мысал үшін мынандай тойлар болып отады. Қыз ұзату 300 адамға шейін шақырып отады да, жаңағы тойымыз біздің өте керемет өткені сондай. Екінші күні күйеу жігіттің басты тойы. Мен ойлаймын, күйеу жігіттің тойы ол басты той. Ал қыз ұзатуды ол бірінші той деп айтуға болады. Ол той анау қыз ұзатудан қалғанда сәл-пәл төмен болады. Жалпы тойханасы да төмен болады. Сосын адам саны да аз болады. Және де берген сый-сияпат та аз болады. Осы кезде түсініксіз болады да. Бірінші күн жағдайын көрсету секілді негізі. Бірінші күн болған той, қыз ұзату, ол күйеу жігіттің тойы. Екінші күн қыздың тойы сияқты болып қалады да. Ал жаңа сіз айтып отқаныңыз дұрыс. Қыз бергеннің назы бар деп. Енді қалай бермейді апа, қараңызшы. Бірінші күні қыз ұзату болады. Ол күні не болатынын келген құдалар білмейді, күйеу жігіт. Олар келген құдалардың барлығына алтын салады, барлығына гауһар тас салады, дорбасын, кілемін, жаңағы өзінің барлық сый-сияпатын жасайды.
енді 2 күннен кейін не болмаса келесі күні күйеу жігіттің тойы. Иә. Енді ана қыздың жасаған жағдайын күйеу жігіт жақ жасамаса, олардың ойы әртүрлі болады. Түсініспеушілік болып қалуы мүмкін. Ал басында келісу үшін мен ойлаймын, қыз ұзату той жасасын, ол дұрыс. Біздерге вообще жақсы ол. Бірақ мен ойлаймын, қыз ұзату той қарапайым, өте көп емес. 100-200 адам санына қарамаймыз, мүмкін туыстар көп шығар. Бірақ келген құданың баспасына гауһар тас, орысша айтқанда бриллиант, алтын, ондайларды сәл азайту керек. Сол кезде екінші күн басты той болып, адамдардың ой санасында қалыптасады. Негізі қыз ұзату деген той ол өздерінің жақындарына, ағайын туыспен, жора жолдаспен қоштасу той емес пе? Тіпті шағын ғана той болу тиіс. Ал қазіргі күні бәсекеге айналған секілді қалай ойлайсыз? Бәсекеге айналған. Ол енді шындығына келгенде бәсекеге айналған. Сосын біреулердің қаражаты жете ме, кредит алып, сорлап, анадан қалмайын, мынадан қалмайын деп, аяғындағы семьясы көріп атады яқтың. Не істейді ал? Кеткен жақ кетті, оның расында да ондай өте... Жоқ, қыз ұзату тойын жасай берсін. Жасасын. Бірақ мен жаңа айтып отырмын ғой. Қыз ұзату өзі анау қыздың өзі үйіндегілерге айту керек қой. Ертеңгі менің болашақ жарымның тойынан қарағанда біздің той өте керемет болып кетіп, олардікі ойдағыдай болмай қалмасын. Кішкене туыстарды ғана шақырайық. Өте қатты исраптамайық, ақшаны көп шашпайық. Кішігірім, мен ұзатасыңдар, мен кеттім. Қыз өріс, қыз қонақ, ол кетеді. Ата-ана оған келсе ме? Енді ол ата-анасында келіспеуге амал жоқ. Себебі ол да ата-анасының достары бар, жора жолдастары бар. Өздерінің мысалы үшін жақында ғана қызын ұзатқан достары. Енді мен де ұзатайын, жақында ғана мен досым, менің класстасым қызын ұзатты, мен де солай ұзатайын деп, бұл жерде жаңағы бәсекелестік сияқты. Бәсеке деп айтуға болмайды, бәсекелестік сияқты бір бір мәселе тағы да. Мынау ертеде бізді сол 89-90-да айтайын, қыз атқанда қыздың кетерде жеңгесі, сіңілісі бір-екі сіңілісі, бір-екі жеңгесі ғана барады. Ағасы да бармайды. Ана қыздың тойына ата-анасы қыз сәлемдесіп отқанда отыру, ата-анасы еріп бару деген біздің қазақтың салтына өте ерсі нәрсе. Ана жігітке жағына барып тойға бару. Жеңгемен құдашалар, қыз жолдастар еріп баратын. Сөйтетін тұғын. Мен 90-шы жылдарға қыздарым солай барды. Ал енді мына немереге келгенде менің шаман кеткен жоқ, өйткені осы қазір бұлай заман бардық бәрімізде тойына. Қызымыздың бет аш. Сосын мен айттым, қызыңның бет ашылып болғасын барамыз тойға. Бармайсыңдар дедім. Мен де өзім баспап бармадым, жібермедім. Құдалардың біреуін жібердік та, хабарлап отырдық. Бет ашылып болды ма, сосын барамыз деп. Бет ашылып болғаннан кейін бардық. Сонда қызымыздың енді сәлемсіп қазақтың салты ғой. Сонда бір тіл ата-анасына ол қазақ бұрын көрмеген ғой деп бір артынан ере барып, сыразы не қылмаған. Дегенмен онша әкетіп батқан жоқ. Сол қалуға болады ғой, ата-анасы бармай-ақ, жеңгелері, ағалары барса да болады мысалы. Құдашалар, қыз жолдастар. Сол бір неге менің көңіліме қонбайтын мәселе сол тойға бару. Жақсы, апа, түсінікті. Гүлнұр ханым, сізге тарта отырайықшы. Жалпы, сіздердің ұзату тойларыңыз қалай өтті? Осындай ысырапшылдыққа бой берілді ме, әлде мүлде басқаша болды ма? Жалпы, екі жастың басынан бастап, танысуынан бастап, өзі қазақтың салт дәстүрімен жүретін нәрсе ғой. Сондықтан да ең басында енді мен өзім болашақ жолдасымның үйіне барып, ең бірінші ол келіп танысты. Біз Амангелді ауданында тұратын болғандықтан, Қостанайдан алыс жер болғандықтан бір күн бұрын барып сол таныстық. Жаңа жылдың қарсаңында менің ата-анам көрді ол жігітті, бағасын берді, жолдастарым көрді, бағасын беріп, содан кейін барып жазға жақындаған кезде мен оның үйіне барып танысып, ата-анасымен көрісіп, содан кейін біз келістік. Осылай танысып, көргеннен кейін барып, менің ата-анама хабарласып, құда түсеміз, сырға салып, ең басында мамыр айында маған келіп сырға салып кетті. Жоралғыларын жасалып, енем келіп сол кезде, жолдасымның жеңгелері, апалары келіп сырғасын салып кетті, жоралғыларын жасалып, енді құдағилар бір алдын ала танысып, көрісіп, білісіп, содан кейін барып құда түсіп келді, тойдың алдында қарсаңында. Енді көп адам келген жоқ, бір
6-7 адам келген шығар сол кезде есімде. Сол кісілер келіп, құдалық өтті, төс қағыстырып, құйрық бауыр жегізіп, сол кездегі сол сырға салып кеткен қызды енді келіп құда түсіп айттырып алып кету, енді жоралғылардың барлығы жасалды. Сол күні кешкілік той жасалып, енді ең бастысы қыз ұзатудың, ол манадан бері айтып жатсыздар ғой, туған туыстарымен қоштасу, басқа жат жұрттық болайын деп жатқандықтан кейін қыз дегеніміз тек қана ата-анасымен біз ағайын туыстарымен, әке шешесінің жолдастарымен, өзінің жолдастарының барлығын басын қосып, қоштасуын айтып, солай кетіп жатқандығын білдіру деп мен өзім білем. Мен өзімнің ұзатылу тойыма, әрине енді қазіргі заман талабы сол шығар, кафеде жасалды, тойханада жасалды, барлық жоралғылар жасалып, жаңағы алтында салынды, сүт ақысы да әкелінді, қалың малынды барлығын әкелді. Енді алдын ала ол келісіп келді. Жолдасым кішкене орыс жерінде тәрбиеленгендіктен, қазіргі тұрып жатқан жері орыстанғандықтан, шамалы енді дәстүрден алыс болғандықтан, ең басында осы сырға салуға келгенде олар барлығын ақылдасты. Мынаны берейік, мынаны бермейік, осы жоралғыны жасайық, мынасын қалдырайық деген сияқты. Енді барлығымыздың да жағдайымыз асып тасып жатқан жоқ қазіргі заман. Сондықтан да керегін алып, керегімесін қалдырып, сол керек жоралғылардың барлығы жасалды деп есептеймін өзім. Жақсы, бәрекелді. Гүлмира ханым, сіз қазір енді қаншама қызды өзіңіздің қолыңызбен ұзатып шығарып салдыңыз, е? Қазір бір үйдің шамын жағып түтетіп отыр. Енді сіздің сценарийіңіз бойынша қыз ұзату қалай өту керек? Енді бізде жалпы бір сценариймен, нақты бір сценарий болмайды, өйткені алдын ала қыздармен ақылдасамыз, қалай сыңсу болады, қалай өтеді. Одан кейін енді 12-ге дейін қызымызды шығарып саламыз. Алдын ала 2 жасты шақырамын, сал дәстүрден істеймін. Одан кейін сыңсу өденімен. Қандай жоралғылар болады? Қандай ырымдар жасалады? Ырымдар енді ана сүтін береміз. Енді қыздың анасы балаларына ақ ішкізеді. Жолдары ақ, пәк болсын деген ниетпен. Одан кейін бал, тәтті балдан береді, өйткені 2 жастың махаббаттары, өмірлері тәтті болсын деген ниетпен. Одан кейін сыңсу өлеңімен шығарып саламыз. Енді қызымыз туысқандарымен, достарымен қоштасады. Одан кейін ақ жолымызды төсеп, жолымыздың үстіне ақ маржандарды шашамыз. Қызымыздың жолы ақ маржандай мамық, пәк болсын деген ниетпен. Одан кейін жылама қызым деген өлеңімен үлкендердің батасын алып, одан кейін жылама қызым өлеңімен қызымызды шығарып саламыз. Жақсы, қазір көп той осындай сценарийде болып дейсіз. Қателеспесем. Енді өзге облыстарда болып жүрсіз, салыстырмалы түрде көріңізші. Ол енді әртүрлі, өйткені кейбір қыздар сәукеле кием деп айтады, кейбірлер кимейді. Ал керек болса, міне қызық, қазір сәукеле туралы айта кетеміз. Қай облыста қазақи дәстүрді сақтап қалған? Мен енді оңтүстіктің тойында қонақ болғанмен тойын басқарып көрген жоқпын. Бірақ ең көп барған жерім Батыс, Ақтөбе, Атырау, Құлсары, Орталық Қазақстан, Астана, Көкшетау, Ақмола облысы, Қостанай. Мен өзім көрген тойлардың бір 80% қыз ұзатудың соңы дәл осы Гүлмира ханым айтқандай аяқталады. Кезінде сыңсуды аналар айтқан ғой қыздардың, ал ұзатылып жатқан қыздың. Енді қазір заманауи неге байланысты, заманға байланысты қазіргі тойларда арнайы сыңсу жалдайды. Гүлмира ханым сияқты кісілер, ол әрине қыз баланың өзімен ақылдасып жасалынады. Ақ жол төсенеді, басында сәукеле кигізеді, содан кейін сәукелесін анасы кигізеді, я болмаса жаңағы әкесі кигізеді. Кейбір тойларда әкесімен билейді, өйткені қыз бала қашанда әкесіне жақын болған деген, енді сондай сеніммен, ниетпен солай жасайды ғой. Ал қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін мен айта алмаймын. Ең бастысы, тойлардың үстінде бұрынғы салт дәстүр ол сақталған. Сәл өзгертіп, оны біз халыққа жеткіземіз, бірақ келгенде құданы қарсы алу, келгенде жаңағы қыздың сырғасын салу, ол да бір қазір үлкен тойға айналып баратыр. Қыздың сырғасын салу деген, ол қыз ұзату сияқты кәдімгі мен тойханада жасағанын көргем. Одан кейін қыз ұзату болғанын көргем. Енді қызын
қимастықпен шығарып салып жатқан түрлері шығар деп ойлаймын енді біздің жасап жатқан Ол да қазақтардың. көрсету секілді. Иә, бірақ мен оған қарсы емеспін. Қазір біздің көрермендеріміздің де айтары бар екен, тыңдайықшы. Мархабат. Менің сұрағым Рүстем мырзаға еді. Осы сіз той басқарып жүрсіздер, мындай тойлар бола ма? Мысалы, салт дәстүрден аулақ болып кеткендер, тағы да біз артық кетпейміз бе? Кейбір жағдайларда мысалы өзіміздің әрбір елді мекендер өздерінше бір нәрсе қосқысы келеді арасында. Ол біздің дәстүрден ауытқып қалғанымыз ба, әлде біз заманауи салттар жасауымыз ба бүкіл барлығы? Өте орынды сұрақ. Енді қалайша бір той біздің енді апта сайын баратын той ғой, ешқандай жасыратын ештеңе жоқ. Халық білет, Қостанайдың барлық тойларында көбісінде жүрміз ғой. Әріптестерімнен естіп атам, әртүрлі бір тойға ұқсамайды. Мысалы үшін қыз баланы сәукелесін кигізіп, соңында күйеу жігіт көтеріп алып кету деген қазір шығарған бар. Мысалы үшін ол көтеріп алып кету дұрыс па, бірақ ол қазақтың салт дәстүрінде жоқ. Ол жай ғана бір сондай жастар өз тілімен айтқанда бір фишка деп айтады ғой. Орыстардың солай. Ал 12 кешін қызды шығарып салу деген ол да дұрыс емес. Бірақ ол кәдімгі қалыптасып қалған салт дәстүр сияқты болып жүр. Бір тойларда бар. Таңда кететін, таң атқан жоқ. Таң аттырмайды, күн шықпай. Иә, шынымен де бұл сұрақ болады кәдімгідей. Қазір бәрі айтады. 12-ге дейін жаңа қазір көрермендерден де қала тұрғындарына да сұрап көрдік, негізі олардың да жауабын естиміз. Қыз ұзатылған кезде олардың қыз ұзату дегенде ойға келетіні. Олар 12-ге дейін кету керек дейді, қыз баланы алып кету керек дейді. Бұл қаншалықты дұрыс? Заңмен бекітілген дүние емес қой ол. Бекітілген емес ол. Жоқ, біздің салт дәстүр. Кафелерді 12-ге шейін Бұдан жалай. бұрын Біздің салт дәстүр. Мысалы, мына менің бала кезімдегі қыз ұзатуды көрдім мен. Апамды ұзатты сол тәтем ұзатылған торғай жағында тұрғанда. Сонда таң атпай, таң атпасын деп жанталасып атады. Ал ол кезде қыздың өзі айтады сыңсуды. Ал осы былтырғы жылы мен Астанада бір туысымыздың Әйгерім деген қыз Оралға шықты. Орал қаласына, енді бұл Астанада той болды. Сонда әлгі туысымыздың қызы өзі айтты сыңсуды, жыламаған адам жоқ. Өзі микрофонмен ата-анасына өзі шығарған, соны жазып алмай мен сот күнетін адам жоқ, қанын қайнағанай. Сонан сол өзі айтып тұрып бүкіл ата-анасына да бәріне де шығарып айтқан сыңсу, жыламаған пәнде жоқ. Енді әлгінде анаған еткен жоқ, енді әркім әрине өзі біле бермейді. Бірақ дегенмен де тағы бір тойда болды, бір қыз өзінің ойын сөзбен ән қылып, сөзді кәдімгідей атанам тәрбиелеп өсірдің, жақсы жаманымды кешірдің, бұл дүниеде саған қарыздармын, борыштарымды өтеймін бе, мен жалғанда ақ сүтіңді кеше көр анашым деп құшақтағанда жұрттың бәрі жылады. Қара сөзбен күшті қылып тұрып айтқан бір қызды көрдім. Қазір сылтау ғой, дауысым жоқ деп сылтауратамыз, осылай да жеткізуге болады. Әлгі жаңағы бекітіліп қалған 12-ге дейін кету мәселе емес, күн шықпай кетеді дейді. Солай кету керек, иә? Жаңа бауырым айтып жатыр ғой. Бар. Бір той бар. Мүлдем салт дәстүрдің шетінде көрмейсің, есінде сезбейсің. Олар кімдер? Ол жоқ, ол бізде болып жүрген кісілер. Енді ол бір жағынан басқа ұлттың арасында тәрбиеленген, мүмкін қазақылықты көп білмейтін отбасылар бар ғой. Бар. Біреулер шала қазақ деп атады. Бірақ ондай жер бір-екі той көрдім. Барамыз, тойды өткіземіз, ешқандай салт дәстүр болмайды. Бұл қыз ұзату деп аталады, мысалы үшін. Басында кіргізу, соңында шығарып, сынысып ойды. Ондай да болған. Болған емес, әлі күнге шейін болып жатыр. Біреулер жаңа кешкі туыстарын жинап бір кішігірім той сияқты жасайды, бірақ ұзатпайды. Болады, кездеседі. Жоқ, той деген енді ол туған күн емес, жыл сайын өтетін мереке емес, сондықтан әрбір қадамда ойланып жасау керек секілді негізі. Енді осы тойдың негізгі сәні, негізгі басты назар аударатын дүние ол сәукеле. Қазіргі қыздар, апа, білеміз я, көріп жүрміз, кейбірі сәукеле кимек түгілі бас киімді кимей жатады. Диадема деген шығып жатыр. Қазір сондайды да таға салады. Неліктен сәукеле дегенді қалыңдық киетін бас киім емес па? Әрине. Қай уақытта кию керек осы сәукелені? Қай уақытта киетін болған ғой. Ал енді ерте заманда, менің бала кезімде көрген тойымда сәукеледе жоқ, ақ сәлі деген болады, бөртпе салы деген болады. Сонда бір енді қыз енді сол кезде айтқан сыңсудың несі есімде алған. Жеңешем келді қасыма, сәлі-сәлді басыма деп. Иә, жеңеше дегенде көрсеткен сыйың осыма деп, сәлі-сәлдің мені осылай қидың деген сөз ғой енді. Сондайлар ерте кезде сыңсуда айтылған менің апам.
сондай әлгі базардан келген кеселер, шай шамауыр несілер. Енді айналып келгенше қос шешем бұл шешелер де бүкіл мынау босағаға дейін айтады. Алтында менің босағам, аттап бір шығам деп едім. Күмісте менің босағам, күліп жылап та шығам деп едім. Өзіңе қимай жылағаны. Енді қош бол менің алтын босағам деп тұрып. Солай айтатын сол кезде бала кезіміз затта боламыз, сыңсуға барған жерден. Әже сонда сәукеле кимеген дұрыс па? Дұрыс емес, кию керек. Сонда енді сол о заманда сәукеле жоқ, ал енді сәукеле бар кезде қазір кию керек. Сәукеле болмаса да үйден жалаңбас кетіп шықпаған ғой, енді шығардым да сол жаңағы сәл-сәлді басыма деп бұдан бұрын неше жыл дейін енді менің бір 10 жасымдағы нәрсе бұл. Бұл енді ақ 60 жыл бұрын. орамалға дейінгі Ақсәл болған. Ақ орамалға дейін киілетін дүние ғой, сәукеле. Мысалы үшін қыз ұзатылады, балалық шағымен қоштасады. Қыз басқа шаңыраққа келін болып түскеннен кейін, ол кісі уже бір әулеттің, бір шаңырақтың түтінін сезетін азаматша болады. Яғни сәукелені қазіргі тойда енді көшеде ешкім киіп жүрмейді. Бірақ қазіргі тойда ұзатылып жатқанда болса да ер жігіттің екінші күні күйеу жігіттің тойында ақ орамал салады ғой. Сол ақ орамал салатын болса да, бұны тойдың соңында сәукелемен құдалардың қолына берген менің ойымша, өзім жеке ойым, дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ол балалық шақтың символы деп ойлаймын біріншіден. Тіпті есімше кітаптарда оқығанымша бұл сәукеленің құрметтілігі сондай, оның бағасы 5 және 25 жылқының құнымен есептелетін болған. Өйткені сәукелені ол қалыңдық қана кетті. Тіпті жаңа апа айтып жатырмыз ғой, сырға салар кезде тіпті жаңағы сырға салып кеткен құдалар болады ғой. Ең басында сырға салады ғой, әрине. Сол кезде алтынымызды осы елде қалдырып ек деп келеді. Немесе сырғаның орнына үкі салады екен. Өйткені үкілі бөрікті тек қана қалыңдықтар киеді екен. Сондықтан кию керек. Жастардан сұрайықшы, осы танысу деген салтты білеміз ба? Танысу. Білмейміз ба? Бұл мүмкін ескідегі дәстүр болар. Қазір қолданылмайды ол дәстүр. Сондықтан да. Қазір танысудың түрі көп қой. Ол басқаша танысу. Қыз бен жігіттің танысу, ата-ананың танысу емес, мүлде басқа дүние. Танысу деген ол қандай ырым? Салт апа? Қыз бен жігіт, мысалы сен болашақ менің үйіммен танысу, ол танысу деген. Болашақ қызыңның, енді қызың сөз уәдәлесіп екеуіңе алғаннан кейін танысу емес пе, сосын танысу керек қой. Ал енді солай деп түсінемін мен. Негізінде бұл қыз ұзату тақырыбын алғаннан кейін оны зерттеу менің парызым. Танысу деген қазақта кәдімгідей сақталған дәстүр болған екен. Танысу ол қыз бала құда түсіп келеді ғой қыз балаға. Сол кезде ұзатылайын деп бара жатқан кезде барлық туыстарын аралайды. Олармен танысады, әрі қоштасады. Сосын олар өздерінің батасын беріп, әрбіреуі өзінің қолындағы барын берген екен. Соны танысу деп атайды екен. Қоштасу деген сөзді айтпас үшін мүмкін танысу деп атаған шығар. Яғни қоштасу деп айтпай енді. Бірақ қазір ешқандай жерде ол қолданылмайды. Қолданылмайды, қалған ол қайда қашаннан бері. Менің 90 жылда 89 ол сол заманда да болмады. Ол оның алдында болған нәрсе. Оның алдында менің жаңағы айтып отырмын осыдан 10 жасымда болғанда менің апамды шақырып әри шақырады танысу дейді. Сонда жаңағы қолдағы барын беріп сөйтіп жібереді. Ол қыздың өзін ғана танысып шақыратын. Ұзатылудан бұрын мына қызға құда түсіп кетеді алдын ала. Ол кезде бұлай емес қой, алдын ала құда түсіп кетеді, екі жақ келісіп. Содан кейін барып қызын бермекші болғаннан кейін осы шаңырақ осыға деп ойбай бәленше қызын береді екен, ұзатады екен деп ағайын туыстар шақырады танысу деп. Сол шақырғанда әлгінде жаңағы кім Гүлжан айтпақшы, қолында несі бар, біреуі кесе берсе, біреуі шайнек берсе, дүниесін жинап бергендей ғой. Біреуі көйлек, біреуі деген. Сол сияқтардың өзі қолындағы барын беріп, ескерткіш деген сияқты осы заманның тіліне қарағанда. Ал енді былайынша солай болған ол рас. Мен қателесіп жаңағыдай айтып танысу. Енді осы заманда жігіт әкеп қызын таныстырады ғой. Сол қазіргі танысу. Иә, соны деп түсініп жатырмын мен, ұмытып қаттым ғой. Жақсы. Қыз жігіттер, сіздерден сұрайықшы. Болашақ бір үйдің келіндері, бір үйдің отағасы, отанасы болатын жастарсыздар ғой. Сіздер егерде болашақта қашып кетер ме едіңіздер, әлде ұзатылып кетер ме едіңіздер? Мархабат.
Сәлеметсіздер ме? Ең алдымен, яғни қазіргі бәсекелестік заманда, мысалы, барлығы да қыздар, бұрынғы кезде бір үйде бәленбай қыздан болған, бірнеше балалардан болған. Ал қазіргі кезде бір үйде жалғыз қыздан болғандықтан, ата-анамыз дүркіретіп той жасаймыз, қолдан береміз деген сияқты, яғни сөздер айтып жатады. Осы орайда, мысалы, өзімнің менің санамда, мысалы, қалыптасып қалған. Мен ешқашанда, мысалы, тұрмыс құрардың алдында қашпаймын. Яғни қолдан ұзатыламын және дүркіретіп осы бәсекелестік қандай қазіргі заманда тойлар болып жатыр, осындай тойларды жасағым келеді өзімде. Егер алып қашса, негізі ондайға өзім қарсымын, таныспай, адам біліспей, олай алып қашу қазіргі кезде жоқ. Заманда дұрыс айтасыз, ұзатыламын деген қыз ұзатылады негізі. Ата-анаға талап қоюдың қажеті бар ма? Менің тойымды жасайсыңдар, мен ұзатыламын, осындай керемет қылып жасаймын. Жоқ, ол кезде мысалы талап қоймаймын, мысалы мен ата-анам өзі айтып жатады. Мысалы ұзату той жасайсыз дегенде. Ал егер бір сұрақ өзіңізге, жеке басыңызға. Жаңа Рүстем мырза айтты, қыздың тойы керемет деп өтеді, екінші күні жігіттің тойы одан сәл төмендеу болады. Сондай жағдай болып қалады деп ойламайсыз ба? Жоқ, мысалы, ол үшін екі жақта келісу керек сияқты. Мысалы, мен өзім болашақта егер сондай жағдай болып жатса, мен өзім мысалы келісер едім. Осындай жағдайда, осындай деңгейде мен той өткіземін, яғни отбасыммен қоштасуым керек деген сияқты. Мысалы, жаңа күйеу жігіттің тойына көбінесе мысалы біздің қыздардың жағынан аз адам барып жатады. Сонда кішкене бір жаңағы ренжіп жатқанда туыстар болып жатыр. Осы орайда жаңағы қоштасуды да осы жерде жаңағы өткізуге болады, яғни тойды мен өзімше ұзату тойы жасаған дұрыс деп ойлаймын. Жақсы, түсінікті. Жігіттер, қыздарды қолдан аламыз ба, алып қашамыз ба? Жоқ, егер қолдан алатын болсақ, ол қыздың жағына жеңіл болады деп ойлаймын, менің ойымша. Өйткені бір той жасалады. Бір тойға екі жақ келісіп, барлық қосса, алып қашса, алып қашса. Сосын керемет бір той істеуге болады, екі рет шығындалғанша. Өйткені ұзатылған кезде оның ата-анасы кішкене қиналады. Қандай ата-ана өзінің басқа көрші қоландарынан кем түскісі келеді. Сондықтан да әркім осы бәсекелесіп өмір сүреді біз қазақтар. Шығынның қажеті жоқ дейсіз ғой. Шығынның қажеті жоқ. Ал ата-ананың ақ батасының қажеті жоқ па сонда? Ата-ананың ақ батасын сол басты тойда алуға болады деп ойлаймын, менің ойымша. Жақсы, қыздар. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Гүлім болады. Яғни осы қыз ұзату жайында өз ойымды білдіретін болсам, менің ойымша, мысалы жаңа айтып жатыр барлығымызда, үлкен той жасамай-ақ өзіміздің арамызда, яғни туған туысқандарымызбен, ата-аналарымызбен қоштасу мақсатында қыз ұзатуды өткізуге болады. Яғни мен өзім сондай ойдамын. Себебі қазіргі кезде барлығымыз асып тасып жатқан жоқпыз деген секілді. Мысалға, мен көбінесе осы құрбыларымнан сұраймын ғой, сен ұзатылып кеткің келеді ме, әлде сен алып қашқанын қалайсың ба деп. Олар айтады, көбісінің айтатын мынандай: жоқ, мен осы оқуымды бітіріп, жұмысымды істеп, ұзатуыма өзім ақша табам, өзім өткізем деген секілді қыздар көп. Соның біреуі өзім болып келем. Мен өзім ұзатуыма жаңағы дүркіретіп емес, сондай шағын мереке жасауыма өзім ақша тауып, енді ата-анам жағынан да көмек болып жатар. Соның барлығын қосып, жүкті ата-анама ғана асып қоймай, сол жүкті өзімде көтергім келеді. Сондықтан сондай ойдамын. Қазір былай айтатын жігіттер де көп. Мен жұмыс істеп, өзімнің тойымды өзім жасаймын деген. Дұрыс пікір ол. Дұрыс қой ол. Енді жігіттің айтқаны өте дұрыс. Ата-анасына күш түсірмей, себебі ол жігіт неше жасқа келіп үйленетін бір Алланың өзі біледі ғой. Мүмкін ата-анасы зейнетке келіп қалар ол кезде. Ал мен енді сізге айтып жатқан жоқпын, бірақ қыз баланың мен өзім жұмыс істеп, өзімнің тойымды өзім жасаймын деген ол менімше былай да былай. Ол немен мен келіспеймін. Өйткені мен ойлаймын, ол қызды жаңағын айтып отырмыз ғой, ұзатпай бізге ешқандай талап қойып отырған жоқ қой. Ер бала келіннің бетін ашып той жасауға меніңше міндетті. Егер бәрі төрт құбыласы түгел болса, бәрі жақсы болса. Ал қыз балаға екі не бар, жол бар. Болмаса жай өзінде құдаларды шақырып құдалық болып, болмаса қашып кету, болмаса қашып кеткенде де енді бірден қашып кетпейді ғой, ата-анасына айтады, сіздер қиналмаңыздар, ертең құдалық болады, бәрі жақсы болады. Мен просто қазір қашып кетейін, сондай жағдай жасайды. Сосын келіп қайтадан ұзатыламын десей. Енді әртүрлі нелер бар ғой, жолдар бар ғой, бірақ
Оның мен кішкене қосыламын. Иә. Өйткені ол қазір жұмыс жоқ, заман осындай ғой әртүрлі, әркімде ары қарай. Сондықтан өзі оқытып, ата-анасы өсіріп тәрбиелеп жатыр, оқытты. Сол оқытудың өзі оңай емес. Сосын оның салмақ салмай, кішкене де болса, бір жылда болса, бір жылғы тапқан табысын кішкенерек кіп, кішкентай да болса көмек, қарлығаштың қанатымен су сепкендей көмектескісі келеді. Олай да болуға болады. Ата-ананың кішкене несін. Қыз балам бірақ әйтеуір қыз мұраты кету, жол мұраты жету деген сияқты әлгі отырып қалмай кетіп та қалу керек. Тойға дайындалып жүргенде жасы үлкейіп кететін болса, өтіп кете ме дейсің ғой. онда шынымен де өзі жасайды өстіп. Жақсы, бізге енді бұл сұрақты тек қана жастарға ғана емес, сонымен қатар қала тұрғындарына да қойып көрбек. Тыңдайық, экранға назар салайық. Жалпы біздің ата-бабаларымыздың дәстүрі бойынша әрине қыз бала ұзатылған дұрыс. Ол ежелден келатқан дәстүр, бұл дәстүрді бұзып, шариғат жолынан аттау ол өте кешірілмес күнә деп түсінеміз. Енді жалпы алып қашып кету ол қазіргі таңда көбінесе сәнге айналған сияқты, кәсімде көптеген жастарымыз алып қашып кетеді. Алайда алып қашып кеткеннен бақытты болып жатқан ешкім жоқ. Сондықтан да әке-шешесінің қолын алып, яғни ұзатылғаны дұрыс деп есептеймін. Какая разница, лишь бы они друг друга любили, друг друга устраивали, все. Ұзатылып кеткен дұрыс, мен ойлаймын. Өйткені біріншіден ол қашып кетсе, ол негізі ата-ананың батасын алмай қашып кеткені үшін болады деп есептелінеді. Сосын одан кейін егер негізі тәрбиесіне қарайды ғой, ол тәрбиесінің бірі болып табылады. Менің ойымша, бұл мәселеге екі жақты қараған дұрыс. Бір жағынан қыз баланың ұзатылып кеткенде дұрыс, ал бір жағынан қыз бала өзінің отбасын ойлап, әке-шешесіне қатты қиындық түсіргісі келмесе, ондай жағдайда жігітімен келісіп қашып кеткен дұрыс деп ойлаймын. 2000 жылдардан бастап қыз ұзату міндетті түрде жасалынатын үлкен тойға айналған екен. 2000 жылдардан бастап. Шығынға батқан қыздың ата-анасы осындайда несие алып қаншама жылдап жабуға тура келеді. Ырым деген түсінікті халыққа біртіндеп бизнеске айналдырғандаймыз. Оны әрине біреулер түсінсе, біреулер өзгелерден қаламыз ба деп жаңа дәстүрлерге басырып жатады. Мұны көріп өскен қыздың сіңілісі, ойбай құрсын мен қашып кете салайын дейді. Шын мәнінде солай. Қазіргі таңда қыз ұзатудан көрі үйлену тойларының көптігі содан. Тіпті еліктегіштігіміз сондай, біз тойда тортты да кесеміз, батыстан алған гүлді де лақтырамыз. Олардың орнына қолданатын қандай қазақтың ырымдары бар? Мүмкін олардың орнына басқа дүниелерді қолданармыз. Мысалы, әдемі бір қазақта дәстүр бар. Ұзатылып бара жатқан қыз бала шарғы салу деп аталады апа. Білетін шығарсыз енді, шарғы салу деген ырым бар. Ол қыз бала жаңағы гүлін лақтырмайды. Одан да құрбыларына немесе жаңағы өзінің соңынан ерген сіңілісіне басындағы орамалын тағып береді екен. Менің жолымды берсін деп. Немесе қазір тойда көріп жүрміз, кейбір тойларды тіпті осы үкіні менің жолымды берсін деп гүлді бермейді. Осы үкіні береді. Мүмкін сондай дүниелерді қайтан жаңғырту керек шығар. Қалай ойлайсыздар? Дұрыс нәрсе ол жаңғырбаса әрине, ол жаңғырту керек, оны бастап, әуелі бір-екеуі бастаса кетеді өзі. Бастау қиын ғой, шіркін. Оларды бастайтын сіздер болу керексіздер. Асабалар сіздер айтып жүру керексіздер. Өйткені көп нәрсені ақылды сіздерден сұрайды негізі тойдың иелері. Сақинасы болсын, жаңағы ертеде солай. Негізгі бұл ырым қарап отырсам, өте жақсы ырым екен. Қазіргі заманауи тойға бұны әзірле кішкене дәл ол барып бере салып емес. Қазір әуенмен, хабарлап, негізі мен сценарийме тағы біріне қосылатын сияқты осылай. Идея тастадық. Бірақ біз уже қолдандық, үкіні істедік. Шарғы салуды ма? Орамал тағуды ма? Жоқ, үкі тарту қыздарға. Енді мен көріп жүрген тойларда қыздың қолындағы гүлді біз лақтырмаймыз, бұл біздің дәстүр емес. Мен бұны өзімнің сіңіліме сыйлап кетемін дегенді көрдім. Ол бірақ бәрібірден де гүл болып тұрды. Бірақ шет жағасы уже басталып келеді. Осы гүл ғой, осы гүл. Осындай гүлді алады да, сіңілісіне болмаса өзінің жақын құрбысына береді, менің жолымды берсін деген. Ал орамалды мен әлі көрген емеспін. Бірақ енді көретін шығармын, қыз ұзату көп қой. Мен көріп жүрген тойларда қанша күйеу жігіттің тойы болады,
сонша қыз ұзату болады осы Қостанайда. Мен Ойлаймын білемін. солай. Жақсы. Апа, мынау гүл ертеде болды ма? Осындай гүл ұстадыңыздар ма сіздер? Оның орнына не ұстадыңыздар? Гүл деген ештеңеде ұсталған жоқ онда ерте кезде Енді- өзіміз білетінімізде. Білмеймін 90-шы жылғы тойдың өзінде де гүл болған жоқ. Мынадай гүл беру, гүл лақтыру деген ондай. 2000 жылдан бастап. Осы 2000 жылдан бастап қой Жаңа өздерінің ұзатылу бәрі. тойы басталғаннан бастап дейсіздер ғой. Гүлнар ханым, сіз қалай ойлайсыз? Қажеті бар ма осы гүлдің? Енді қазіргі таңда сәнге айналған ғой ол. Тойға дайындық барысында дүкенге кіріп қалған кезде бұның барлығы жарқырап тұрғанда қалай алмайсың, барлығы ұстап атқасын, оны сен де ұстайсың. Сондықтан да енді сәнге айналғандықтан оны әр қыз тұрмысқа шығып жатқан қыз оны ұстағысы келеді деп ойлаймын. Алып тастаудың қажеті жоқ. Ұстағанды мен сол гүлге қарсы емеспін. Болсын, Тек болмасын. лақтыруға қарсымыз. Лақтыруға ғана қарсы. Бірақ мен ойлаймын, ұстағанда мүмкін анау көйлегінің сәндігі үшін, болмаса қолы бос тұрмас үшін, енді бәрібір гүл деген. Гүл деген қызға сән беріп тұрады, сол Сән үшін беріп шығар. тұрады. Гүл деген ол қыз баланың, гүл мен қыз балалар бір-біріне жалпы ұқсайды ғой. Сондықтан мен ойлаймын, жай сәндік үшін ұстау керек. Айтар бар екен көрермендердің. Енді қайта дәстүрлер жаңғыртатын болсақ, мысалы бізге батыстың көйлектерін емес, қазақтың көйлектерін ер жігітке өзінің қазақтың өзіміздің костюмдерімізді кисе қалай болар еді? Ондай бар. Сонда жаңғырту. Қазір бар ондай. Иә, қазір бар, бірақ та оны көптеген көре бермейміз. Оны әркім өзінен бастау керек шығар. Иә, бізде сондай жасауымыз керек. Бірақ оны көбі жасай бермейді. Қазіргі таңда біз бұндай енгізіп жатырмыз, бірақ қазіргі таңда жігіттер бар ғой, сол киіп, сол қазақы нені кигенде қыздар да бар қазақша көйлек киіп. Бірақ оның барлығын бізде қолжетімді емес. Қазір біз соны бизнесмендерге сондай бір идея тастау керек сияқтымыз. Осы кезде қазақша киімдерді тойдың алдарында, мысалы той нелері бар ғой, салондары, соның ішіне тағы да бір енгізіп, бір жақ шетіне қазақы киімдердегі нақыштағы, бір жақ шетіне европалық сол. Сол кезде алатын шығар. Заман алдыға жылжыған сайын адам да өзгереді. Енді заманға сай өмір сүру керек қой. Сондықтан заман солай екен деп бүйтіп ашық киіп. Жоқ, енді ашық кигенде де кәдімгі мына европалық көйлектер бар ғой. Соның шет жағасына ою салып, жалпы болмаса да бір 50% қазақы болу деген ол қазір көп тойда кездеседі. Мен көрген мына күйеу жігіттің мына жерінде ою, қыз баланың жалпы көйлегінде ою, бірақ өзі көйлек былай да былай европалық көйлек болып тұрады да. Бірақ әйтеуір бір нақышын келтіреді дейсіз ғой. Бір нақышын келтіріп, меніңше болады. Қазіргі заманауи көйлектер шығаруға болады. Қазір өзімнің несімен бір орнамент қосып, сосын өзіне ыңғайлы қылдырып. Қазір байқайсыздар ғой, ер жігіттердің өзінің мынау денесі қандай, дәл сондай киім алады. Ал кезінде біздің әкелеріміз өздерінен бір размер үлкенін, бос деген енді заманға байланысты келіп жатырмыз ғой бәрімізде. Мен ойлаймын, қазіргі заманауи көйлектерді қазақтың оюларын қосып, бірдеме қылып, салондарға сатса болады. Оның бәрін бірдеме қылмай, ештеңе де қылмай, қазақтың өзінің бірмелі көйлек деген өлеңдер бар емес пе? Сол сияқты қазақтың өзінің кәдімгі қазіргі жағдайы, өзінің қазақтың көйлекшін, қазақтың қамзауын, қазақтың несі кәдімгі дұрыстап істеп, болады ғой сондай істеуге. Кимейді деп жатамыз, соны кимейтін қызды көрсетіңіздер. Қазақ өзі кимесе қалай қазақ болады? Европаның, ананың, мынаның салтын жұлып анадан, Европадан жұлып, қазақтың қосып, қазақтықыдан қосып анаған. Үйтпей-ақ тікелей қазақтың өзі қазақ емес пе? Қашаннан кеткен қазақтың сәукелесі менен, әдемі қазақы көйлегі менен дұрыстап не қылған. Қазір неше түрлі тігеді ғой, қазақтың қолынан келеді бәрі де. Неше түрлі оюларынан, түр-түрі бар, неше түрлі құрбыларынан көреді ғой. Ер азаматтарға да солай кисе, олар да сондай болып, жаңағы баланың айтқан пікірі дұрыс. Біздің еліктеушілігіміз басым секілді. Еліктейміз, жан-жаққа еліктеу болып, енді қазақ боламыз деп жатырмыз дегенде де енді солай істеу керек қой, әуелі осы жастар бастайды ау дейміз, қазақы көйлекті тыңдап отырғаннан кейін түсінетін шығар енді. Иә, осылардың менің ойымша жаңағы ашық көйлекті киген қыз ең басында көйлек таңдаған кезде барып ойлану керек сияқты. Мен болашақ жарымның отбасына барған кезде сол жерде ең алдымен барлық туылған туысқандардың алдында тұрғанда қалай кеудемді ашып қойып тұрамын деп. Ол ең алдымен анасының қызға берген тәрбиесіне байланысты шығар. Мен де өзім көйлегімді таңдағанда әрине ашық алдым, бірақ
үстінен жабын несін кидім, мына жерге дейін қамзолын киіп сәукелемді киіп шықтым. Енді ондағы ой, ата-анамды жерге қаратпайын, мына қызға қандай тәрбие берді екен деп айтпасын деген ой. Сондай әрбір қыз солай ойласа, менің ойымша енді ол үшін қыз ұзату тойына басқа көйлек, жігіт жақтың тойына басқа көйлек алу, ол да исрап болады. Меніңше бір күнге бір тәулік қой, енді сол бір тәулікте болатын той ғой. Ал кез келген қыз бала былай ойлайтын сияқты, мен оны білем. Менің өмірімде бір рет болса да той көйлегін киюім керек деген. Қымбатты көрермендер, бүгінге осы, келесі аптада көретіндеріңіз. Айттым, 500 мың түгіл 5 тиыным жоқ дедім. Айттым, тікілей айттым Құдағиға. Ұзатылып жатқанда сынсып айтасың ба? Оны бағалайтын менің ата-анам. Ештеңе шашудың қажеті жоқ. Сол таза күйінде кету керек деп ойлаймын. Иә. Шайғар бар, шай құяды, ақша береді. Кейін шайға келеді ғой бәрі. Қазір тойларымыз көбіне театрализованный шоу болып кетті. Егер сен сынсып айта алмасаң, қыз ұзату жасама. Қыз ұзатылғаннан кейін кету керек қой. Кейбіреу сол өз үйінде жүре береді екен. Көжек неге?